Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Адизи. Видео басталмастан бұрын лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Ендеше менің видеом басталады. Ендеше кеттік. Өте қызықты болады, себебі менің телефоныма обзор жасайтын боламыз. Менің телефонымда не бар деген видео болмақ. Себебі көп адам қалады осы видеоны, телеграм чатта айтты маған. Сол үшін осы видеоны түсіруді ұйғардым. Давайте ендеше активді көтеріп тастаңыздар және осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алды. Аллам нәсіп етсін. Ендеше кеттік. Бірінші мен өзімде бар чехолдарымды таныстырып кетейін. Менде 5 чехол бар екен, оказывается. Бірінші ол, бесеуі де Теңбудан алынған, біреуі ғана өзімізден алынған, осы Қазақстаннан. Біріншісі мынау, тоже самый сарғайып бастаған, бірақ қардың несімен целый қыс бойы таққан чехолым. Мынау өте удобно зат. Осындай чехолым. Ішіне қарағанда осындай болып тұрады. Біріншісі, екіншісі қазір осы көктемде тағып жүрген чехолым. Мен әр жыл мезгіліне осындай чехолдар арнап таққанды ұнатып қалдым. Менің телефоным осындай көк түсті. Samsung телефоны, Samsung A15 телефоны. Тағып алсайын қазір. Осы чехолды қолданамын қазір. Мынау менің ең алғашқы чехолым, ұмытпасам. Мынау негізі бүтін чехол тұғын ғой. Мына жерде Samsung дейтін жазуы бар, мына жағында So Cool дейтін жазуы бар. Сондай чехол тұғын. Майыздырып бұршын шығарып тастағам. Потому что сарғайып болып кеткен. Но кейде бұл да керек болып қалады, сол үшін тұра берсін. Потому что мен мына чехолдан чехол қалай короче болады? Фантазиямен чехол істейсің ғой, сондай кезде пайдаланамын деп алып қалғам. Және менде тағы бір чехол бар тұғын, көк түсті, ол чехол уже жоқ. Ол кезде мен чехол сақтау деген білмейтінмін, сақтамайтынмын. Одан кейін осы чехол, бізде панда чехол, мына жағында 2 құлағы бар тұғын, қысқалған, бірақ жабыстырып тағуға болады. Өте күшті креативный чехол, тоже самый маған қатты ұнайды. Теңбудан алған чехолым, және менде сумка чехол бар, ақ түсті. Қазір бұл жерде ол жоқ. Так, енді телефонның жалпы бетіне көшетін болсақ, бізде мынандай 2 сынған жер бар, және мына жері сынған. Бұл екеуі де роликтің кесірінен болған нәрсе. Мен ролик айдап келе жатып, құлақ қалып сол кезде сындырып алғам. Біреуі қашан сынған білмеймін. Екеуі мынау және мынау ма содан басталған, мынау басқа кезде сынған. Шатаспасам. Роликтің кесірінен мен енді қазір қолымды да ауыртып алып отырмын. Қазірдің өзінде қолым ауырып отыр, бірақ ладно. Бойыма көшетін болсам, бірінші обой бұл анам екеуміздің осы бетінен сүйіп тұрған обой анамның. Екінші обой әкем мен анам тұрған сурет. Үшінші обой мен атам мен әжем, нағашы атам мен әжем. Төртінші мен Беляза дейтін анам. Бесінші бізде Айнамкөз дейтін сіңірімнің түскен фотоларымен. Паролін ашып алайын. Менде мынандай пароль, короче. Былай сенің осындай сандар рисунок пароль ашып алдым. Так, ең бірінші бетінен бастайтын болсақ, бізде ең бірінші бет мынандай болып басталады. Бізде осындай виджет бар. Осы жерден барлығын көріп, былай көріп алуға болады. Мысалы, мына күні не фото бар. Ол бізде 9 апрель күні менің WhatsApp-тан жалпы ылғи скачать еткен фотоларым осылай шығып отырады. Мұнда ауа райы көрініп тұрады, Жаңақорған ауданы, және Google тұрады қазір 23%. Потом мына беттерінде ештеңе жоқ, и мына бетке қарай өтілмейді. Потом мынаны жерде бізде контакты барлық телефонда бар. Ой, осындай. Короче, звондайтын камера. Міне. Одан кейін браузер. Бұны ашпай қойын, иә. Браузер. Одан кейін. Все, бұдан басқа бұл жерде ештеңе жоқ. Енді ашқан кезде басты бетте, бұлай қарай жылжып кетсек, free деген бәрі шығады. Мына жерде Samsung деген папкада бізде браузер, интернет, Store және OneDrive деген бар, Chrome, карта, Gmail сол. Сосын осыдан ары қарай, күте тұрыңыздар, сосын Google Meet бар. Google Meetпен мен қазір айқындап peer-to-peer сабақтарын өтемін. Бұл маған өте қажетті құрал болып табылады телефонымдағы. Одан Google Play бүкіл телефонда бар. Play Market, короче. Сейчас, 1 минут. Телефон, сообщение, және камера, галерея. Галерея, как всегда, менде всегда толып тұрады. Контакты және настройки, календар. Бұл жерде особо ештеңе жоқ. Басты бетте, одан мына бетте уже телефоннан басқа өзім тартқан приложениялар.
мынау тоже заметки ашпай қояйын иә. Одан кейін мынау бізде ойындар. Менде қандай ойындар бар қазір көрсем. Морской бой, мынандай ойын бар, короче, қалай Counter Strike сияқты, короче. Sigma Party, WoW, кухонные безу бірдеме, куб солвер бар. Куб солвер бізде ойын емес, бұл приложение. Одан кейін звукозапись, бұл бізде диктофонның рөлін атқарады. Ал мына мои файлы, осы жерде вот қарасаңыздар 128 деген 126 толып тұр. Бұнда да мен осы жақында бір видеомды байқамай өшіріп алғам ғой. Өшіріп алған болғанда, оны өзім өшірмегем. Еще 128-ден 128 толып, өзімен өзі өшіп кеткеннен осылай очистить болған. Сонымен 126-сы қазір бос. Одан кейін YouTube как всегда менің жұмысым болғандықтан өте маңызды жақ. Мында осындай нелер, короче. У вас мынау Фариза дейді, подписчик келіпті. Жаннұр деген подписчик келіпті. Осындай подписчиктер көрініп тұрады мында. Кейбір подписчиктер көрінетін қылып қояды, кейбіреулер көрінбейтін қылып қояды. Қазір мында 198 деп тұр. Негізі бағана ғана 202 еді ғой. Мен ютубым өйстіп подписчиктерін алып тастай берем, бірдеме, либо мен отписаться етіп отырмын. Короче, менде осындай видеолар ютубта. Көрсеңіздер болады, міндетті түрде, конечно. Одан кейін келесі таспих, бұл осылай, короче, таспих. Содан кейін Google, электронный таспих, телефонда егер идеяны ұмыт кетсең, осыдан басып жүре беруге болады. Одан кейін WhatsApp, как всегда, обычный. Творческая студия, бұл бізде YouTube жүргізетін адамдардың құралы болып табылады. Менде жаңа ғана 202 еді ғой, неге 198 болып қалған? Подписчик вообще түзмен бар ғой, түскете береді өзімен өзі. Одан кейін Каспи, барлығын кіріп көспей қойын, InShot және Instagram. Одан кейін менде калькулятор, часы, Canva маған презентация жасауға, жобалар жасауға керек. Temu, Telegramда вот менің өзім чатым бар. Вот. ADD чат. Десеңіздер шығу керек. Онлайн деген мо. Короче, сондай. Одан кейін Freedom да бізде күнделікті 10 балл алғанға баға түсіп тұратын. Қосымша сообщение. Бұл сообщение неғып жүрген сообщение екен білмеймін. Удалить ете салайын десең, удалить етілмейді. Мына сообщение де удалить етілмейді. Екеуі де осы телефонның өзінің сообщениелері. Одан кейін Active Info удалить етілетін еді ғой. Мынауды удалить етілмейді екен. Кинопоисктан мен кәдімгідей кинолар көріп отырамын. Ең соңғы көрген кином осы Айқанаттың киносы, сериалы, Сәжде, білім класс. Мен бағаларыма обзор жасай салайын сіздерге. Өзім де көре салайын сіздермен бірге. Маған жұма күні ағай баға қоймапты ғой физикадан. Ладно. Ағылшын 100%, қазақ әдебиеті 100%, алгебра төмендеу енді сәл-пәл. Химия 90, қазақ тілі 100, физика 100, құқық 100%, кәдімгідей геометрия 89, дүниежүзі тарих 91, қазақстан тарих 100. Пайыздарда қарай салыңыздар, иә. География қарасаңыздар, бүкіл бұл жоба идеально бағамен тұр ғой. Информатика и биология, короче, осылай. Мынау средства чтения деген файл оқитын ғой, короче, кейбір файлдар менде телефон ашылмайды, осындай приложениесіз. Одан кейін тюнер, бұл бізде домбыраға арналған. Потом мынау просто білмеймін, таза салдым. Сосын тренировка для шпагата и осы деген бұл екеуі менің нем ғой. Короче, мен шпагатқа отырғым келеді. И потом типа балерина болғым келеді да, и сол үшін осындай упражнениялар жасап жүру үшін тартып алған қосымшалары. Осымен болды. Менің телефонымда түк жоқ, былай қарағанда дым қызықты ештеңе жоқ. WhatsApp, Instagram, YouTube'да отырамын, основном басқа еш жерде отырмаймын. Телеграмда менде уведомление келмейді, и WhatsApp'та уведомление осылай келеді. Былай төбеден кейбір адамдардан келеді, кейбіреулерінен келмейді. Осымен бітті. Менің телефонымда осындай заттар бар. Міндетті түрде лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Всем пока!